Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгінгі тақырыпта темір тапшылықта анемия жайлы талдайық. Жалпы анемия дегеніміз қанның құрамында гемоглобиндің ер адамдарда 130 грамм литрден, әйел адамдарда 120 грамм литрден төмен болуы. Жалпы анемия үшке бөлінеді: гиперхромды, нормохромды, гипохромды болып. Оны анықтау үшін жалпы қан анализіне түсті көрсеткішке мән беруіміз керек. Нормада 0,86 1,5 аралығында болады. Егер 1,5-тен жоғары болса, гиперхромды. 0,185 1,5 аралығында болса, нормохромды. 0,186-дан төмен болса, гипохромдыға жатады. Бұл дегеніміз анемия неден пайда болғанын анықтау үшін қажет. Гипохромдыға темір тапшылықта анемия жатады. Нормохромдыға гемолитикалық және қан кетудің себебіне пайда болған анемия жатады. Гиперхромдыға витамин В12 және фолий қышқылының жетіспеушілігінен пайда болған анемия жатады. Бұл анемиялардың ең жиі кездесетін темір тапшылықта анемия. Сондықтан осы анемияның түрін тереңірек талдайық. Ауырлық дәрежесіне қарай анемия үшке бөлінеді. Бірінші жеңіл дәрежелі. Бұл кезде гемоглобин 90 мен 120 аралығында болады. Орташа дәрежелі 70 пен 90-ның аралығында болады. Үшінші ауыр дәрежелі, гемоглобин 70-тен төмен болады. Пайда болу себептері: бірінші, ағзаның темірді көп пайдалануы, мысалы жасөспірім кезең және жүктілік кезеңінде. Екінші, тағам мен темірдің ағзаға аз түсуі. Үшінші, ағзада темірді қорытудың бұзылуы, мысалы асқазан ішек жолы аурулары кезінде. Төртінші, кейбір жиі пайдаланатын дәрі-дәрмектердің әсерінен, мысалы глюкокортикостероидтар, стероидті емес қабынуға қарсы препараттар, протонды помпа ингибиторлары жатады. Жалпы анемия кезінде болатын шағымдар: ең жиі кездесетіндері әлсіздік, тез шаршау, бас айналу, бас ауыру, физикалық жүктеме кезінде ентігу. Көз алдында шіркейлердің көрінуі, ашуланшақтық. Довольно! Вы все ничтожны предо мной! Я бог, тупое это создание! Және тері жамылғысының бозаруы, құрғауы, шаштың түсуі, сынғыштық, ұштану, ағару, тырнақтың жұқаруы, оның сынғыштығы. Мы даже забыли наше собственное имя. Ауыз қуысының ойылуы, асқазан ішек жолында гастрит пайда болады және құрғақ тамақтар жұтыну қиындайды. Бұлшықеттердің әлсіздігі болады. Ал еміне тоқталсақ, анемияға алып келген бірінші себепті жоюымыз керек. Бұл себептерді жаңа жоғарыда айта кеттік. Екінші, құрамында темір бар тағамдарды жиі пайдалану. Үшінші, темір препараттарын қабылдау. Және төртінші, егер де гемоглобин 70-тен төмен болса, қан құю қажет. Егер де сіздер осы видеодан пайдалы ақпарат алсаңыз, біздің каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.